Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Дидар ТВ телестудиясында денсаулық бағдарламасы. Хабардың тізгіншісі мен, Бердиярова Сара. Бүгінгі бағдарламада біз сіздермен дұрыс тамақтанудың жолдарымен танысатын боламыз. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығын нығайтып қана қоймай, өмір жасының ұзақ болуына да ықпалын етеді. Сондықтан дұрыс тамақтану жолдарын мен тәртібін білгендеріңіз өздеріңізге абзал. Ендеше 90-шы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушылары дұрыс тамақтанудың құпияларымен бөліседі. Уақытында тамақтанған әрбір оқушының сабаққа үлгерімі жақсы болады. Дұрыс тамақ ішпеген бала сабақ кезінде де, қоғамдық жұмыстарда да белсенділік танытуы екіталай. Әсіресе бастауыш сыныпта қадағалау керек. Мектепте ыстық тамақ жейтін оқушылар аз шаршайды және мектеп жүктемесін оңай орындайды. Уақытылы тамақтану мерзімін сақтау. Бұл ас қорыту жүйесі ауруының алдын алады дейді мамандар. Дұрыс тамақтану үшін бізге күнделікті міндетті түрде дәрумендер қажет. Дәрумендер ол биологиялық белсенді заттар болып келеді. Оны біз көптеген көкөніс пен жеміс-жидектерден алып отырамыз. Сабақ барысында қарын ашып, мазасызданбау үшін таңғы асты тастамау керек. Таңертең сүттен жасалған ботқа жеген пайдалы. Таңертеңгілік асқа сүтті немесе сүттен жасалған ботқа ішу қажет. Бұл тағам түрі адам ағзасының 30%-ын құрайды. Таңғы ас сүттен жасалған өнімдерін адам ішкен кезде сергек, дұрыс жүреді. Балалардың өздерінің ағзасына белок, кальций қабылдайды. Таңғы ас ішкен бала тапсырмаларын мұқият орындайды. Таңғы ас ішкісі келмейтін бала бір стакан су немесе шөп шай берсеңіз, бала тамаққа тәбеті ашылады. Екінші сабақтан кейін, яғни 10:30-ға қарай бала екінші тамақ ішу керек. Ол яғни жеңіл тамақ түріне алма немесе айран жеген пайдалы. Ол баланың тамақ ішкені сабақта сергек жүруі, яғни асқазаны аш жүрмейді деген білдіреді. Ал түскі аста оқушы міндетті түрде ыстық тамақ ішу керек. Түскі ас тамақтану мөлшерін 30-35%-ын құрайды. Үлкен адам болсын, кішкентай бала болсын, ағзасына ыстық тамақ қажет. Естеріңізде сақтаңыздар. Балаңыздың сөмкесіне үзілісте жейсің деп қорылған картоп, шоколад, кремі көп печенье және газдалған тәтті су салмаңыз. Бұл тағамдар тез тойдырғанмен баланың ыстық тамаққа деген тәбетін жоғалтады. Және олар калориясы жоғары тамақтар болып есептеледі. Уақытында дұрыс тамақтанған баланың дені сау, көңіл күйі көтеріңкі болады. Осымен денсаулық бағдарламасы өз мәресіне жетті. Әрқашанда дұрыс тамақтанып, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Аман сау болыңыздар.